Сәлеметсіңдер ме балалар, менің есімім Байтасова Ұлжан. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы негізгі жазу деп аталады. Сызбалар белгілі бір өлшемдегі форматта орындалады. Оларды сақтау және сызба құжаттарын кітапша етіп жинақтауға ыңғайлы болып келеді. Пішімдердің өлшемдері қатаң түрде стандартта белгіленген. Олар тұтас жіңішке сызықпен сызылады. Мына суретте бізде бірнеше пішімдер көрсетілген. Ол А2, А4, А3 және де бізде одан басқа А0 және А1 деген өлшемдер болады екен. Жаңа біз айтып кеттік бірнеше формат түрлерін. Соның ішінен А4 пішімінен басқа барлық пішімдер жұмыс барысында вертикаль және горизонталь орналасса, А4 пішімі тек вертикаль орналасады екен. Енді алдымыздағы сызбаға назар аударатын болсақ, пішімдердің орындалуында әрбір сызба өлшемі рәсімделеді. Пішімнің оң, үсті және де асты 5 мм өлшенетін болса, ал сол жағы 20 мм болады екен. Және де ол тұтас жіңішке сызықпен сызылады. Және де оның төменгі оң жақ тұсында негізгі жазу орналасқан. Ол жерде стандартпен белгіленеді барлығы. Бұл бізде негізінде өндірістік сызба үшін қолданылатын негізгі жазу болып табылады. Бұл жерде олардың биіктігі мен ені 185 болса, ұзындығы, ал ені 55 мм болады екен. Міне бұл өндірістік негізгі жазудың ұзындығы 185 мм болады. Ені 55 мм болады. Тексерген адамның аты жөні, орындаған адамның аты жөні, қолы, шығарылған күні, сызылған күні, реттік номері жазылады. Және де бұл өндіріске арналған негізгі жазу болғандықтан, оқуға арналған негізгі жазуды сызу үшін бізде 185 мм емес, бұл жерде 145 мм болады екен. Ал оның ені 55 мм емес, 22 мм болады.